Сәлеметсіздер ме, құрметті шахмат жанкүйерлері? Үй жұмысымыз болған екі жүрістік матты көріп шығайық. Жүріс кезегі ақтардікі. Қарахан тақтаның шетінде, ол қазір тақтаның орталығына шығып кетпекші. Сондықтан алғашқы жүрісіміз хан c7 болады. Мұнда. Енді хан бұрышқа жүреді. Ақтар шах мат етеді. Енді қамалдың көмегімен Қараханды тақтаның шетінде мат етейік. Көріп тұрғаныңыздай Қарахан тақтаның шетінде тұр. Ол қазір мына торшаға жүре алмай тұр. Ал мына үш торшасы бос. Үшеуі де 8-ші жатық жолда. Ал жатық жолдардан қамалымыз жүреді. Демек біз қамалымызды 8-ші жатық жолға келуіміз керек. Жүрейік. Қамал d8. Ол қазір шабуыл жасап тұр. Мына үш торшаға. Ал мына үш торшаға Қарахан жүре алмайды. О жерде біздің ақ ханымыз тұр. Түгелі 6 торшаға шабуыл жасап тұрмыз. Қарахан тақтаның шетінде мат болды. Мұнда байқап тұрғаныңыздай мат болған кезде Қарахан тура біздің ханымыздың қарама-қарсында тұрған. А егер Қарахан қарама-қарсы тұрмаса, тақтан шетінде мат болады ма екен? Көріп шығайық. Мысалы, мына тікпеде Қарахан қарама-қарсы тұрған жоқ. Бұлар барлығы шек торшалары. Қамал жүзінен де жүре алмайды. Бұларды шек торшалар. Мына екі торшасы бос. Екеуі де 8-ші жатық жолда. Демек біз 8-ші жатық жолға қамалымызды әкелуіміз керек. Жүргізейік. Мінекей, қамал d8-ден қазір мына торшаға және мына торшаға шабуыл жасап тұр. Және мына торшаға да шабуыл жасап тұр. Мына екі торшаға ханымыз қарап тұр. Көріп тұрғаныңыздай түгелі 5 торшаға шабуыл жасап тұрмыз. Бірақ мынау 6-шы торша бос, өйткені жерде қамал тұр. Қаралар қамалды қарапайымша жеп қойып, маттан құтыла салады. Және байқап тұрғаныңыздай тақтада ешбір жақтың тасы қалған жоқ. Сондықтан ойын тең аяқталады. Тікпемізге оралайық. Демек, ақтар не істеу керек еді? Жүрсек, Қарахан бізді жеп қояды. Не істеуіміз керек? Біз Қараханды тура қарама-қарсы келтіруіміз керек. Сондықтан d-тік жолындағы кез келген торшаға күту жүрісін істеуге болады. Мысалы, мына торша, мына және мына. Қамал d6 жүрейік. Енді Қарахан мәжбүр мұнда жүреді. Көріп тұрсыз, Қарахан біздің ханымызға қарама-қарсы тұр. Бізде қамалымызды 8-ші жатық жолға әкеліп, оны мат етеміз. Қамал d8, шах мат. Егер біз басқа бір жүріс істесек, мысалы, қамал e5, яғни d-тік жолынан айырылып қалсақ, онда хан тақтаның мысалы орталығына қашып кете алады. Немесе мына торшаға қашып кетіп, қарама-қарсы қалмай қалады. Енді басқа тікпені көріп шығайық. Мұнда жүріс кезегі ақтардықы. Көріп тұрғаныңыздай қара қамал ақ ханды шах етіп тұр. Ақтар жүреді. Хан b6. Енді ақ хан қара қамалды жеп қоймақшы, және қара ханның қарама-қарсына келіп, мына қамалмен 8-ші жатық жолдан қара ханды шах немесе мат етпекші. Мына тікпені дұрыстап көріп шығайық. Мына торшада және мына торшада қаралар жәрдем торшаларын құрған. Өйткені хан және қамал бірге мына торшаларды қорғап тұр. Қаралар жүрсін. Қамал c8. Осылайша қаралар мына 8-ші жатық жолды қорғап тұр. Ал егер ақтар қамал e8 жүрсе, онда қаралар мұны қарапайымша жеп қойып, енді қаралар ақтарды жеңетін болады. Қайтадан оралайық. Егер мұнда
қаралар осы С тік жолынан айырылып қалса, мысалы қамал D5, онда мұндағы жәрдем торшалар жоқ болып кетеді. Енді ақтар check, шах етіп, қорғанатын қамал жоқ мұнда. Тек қана мына жер жәрдем торшасы жоқ. Шақтан құтылыш жоқ, тек қана қамалмен жабылу керек. Қамалмен жабыламыз уақытша. Қазір мысалы қамал қараханды шах етпей тұр, бірақ қазір енді ақтардың check, олар жеп, енді шабуыл етіп тұр. Көріп тұрғаныңыздай тура алты торша қарахан тақтан шетінде мат болды. check, Демек, қаралар С тік жолынан айырылмау керек. Енді қаралар кез келген жүрісті істей алады. С тік жолындағы мысалы С4 торшасына. Енді ақтар шах етсе, check, мына жәрдем торшасынан біз қалай пайдаланамыз? Тастар бір-біріне көмектесіп тұр, мына және мына. Әрине, жабыла саламыз. Қамал С8, енді ақтар жеп қойса, check, жеп қоямыз. Тақтада ешбір тас қалмады. Ойын тең аяқталады. Тағы бір тікпені көріп шығайық. Мұнда байқап тұрғаныңыздай, тағы да бір жаңа бір тас қосылды. Бұл піл, бұл қара торша піл. Піл қиғаш жолдардан жүреді. Мысалы, бұл қара торша пілі, яғни бұл қара қиғаш жолдарынан жүреді. Мына жерден ол былай жүре алады, немесе былай жүре алады. Яғни бұл торшаларға жүрісін істей алады. Енді дұрыстап тікпеге қарап шығайық. Қарахан тақтаның орталығында, ал біздің ханымыз одан алыстау. Жалпы көріп тұрғаны қарахан тақтаның орталығында мат болмайтыны. Мына жағдайды дұрыстап түсіну үшін жаңа терминдермен танысып шығайық. Бұлар тікелей және тікелей емес соққылар. Тағы да дұрыстап көріп шығайық. Қараңыз, бұл қамал бұған тікелей соққы жасап тұр. Бұл шек торшасы. Өйткені оны ақ қамал қорғап тұр, және қара қамал соққы жасап тұр. Бұл шек торшасы. Бірақ бұл қамал ақ қамалға тікелей емес соққы жасап тұр. Өйткені жаңа айтып шыққанымызда, енді піл кез келген жүріс істесе, піл С5, онда бұл тікелей емес соққы, тікелей соққыға айналады. Бірақ басқа жақтан қарағанда ақ қамал да жеп қоймақшы болады. Яғни бұл бір-біріне тікелей шабуыл жасап тұр. Ал егер мына жағдайда біреу тікелей емес соққы болып тұрса, онда мына жағдайда ақ қамал да бұл қамалға тікелей емес соққы жасап тұр. Өйткені піл жүрсе, тікелей соққы жасап тұрады оған. Сондықтан жағдай ақтар үшін күрделі болып тұр. Өйткені егер олар кез келген жүріс қамалмен істесе, онда қаралар бұл пілді, қорғаусыз қалған пілді жеп қояды. Өйткені неге? Мына жүрістен кейін бұл енді шек торшасы емес. Бұл кәдімгі қорғаусыз тас. Қаралар оны жеп қойып, ойынды теңестіреді. Өйткені мына жерде екі жақ үшін мат қаупі көрінбей тұр. Ойынның тең аяқталатыны ықтимал. Бірақ ақтардың өте қызық бір айласы бар. Бұл да жаңа үйренгеніміз тікелей және тікелей емес терминдерге қатынасы бар. Бұл қамал H8 жүрісі. Қараңыз, енді бұл қорғаусыз қалды. Қаралар бұны жеді дейік. Енді қараңыз, қамал және хан екеуі бір жатық жолда тұр. Ал жатық жолда біздің қамалымыз жүреді. Енді қамал H7 шах. Бұл тікелей соққы, шах. Ал мына қара қамалға біздің қамалымыз тікелей емес соққы жасап тұр. Енді хан бұл жолды босату керек, яғни шақтан қашу керек. Мысалы, хан E6. Біз де қамалды жеп қойып, бұл ойынды қарапайым түрде ұталамыз. Қаралар мұны түсініп, мынандай шешімге келді. Біз қазір емес, кейін келесі жүрісте пілді жейміз. Сол үшін біз біріншіден мына торшаны шек торшасына айналдырайық және қамалға шабуыл жасайық. Бірақ мына жерде тағы да бір ерекшелі жағдай көрініп тұр. Өйткені енді хан мен қамал
Екеуі бір қиғаш жолда тұр. Қара торшалы қиғаш жолда. Ал бізде кім бар? Бізде піл бар. Қара торша пілі, яғни қиғаш жолдардан жүретін піл. Ақтар мұнданы пайдаланып, піл D4 Check. жүреді. Қараңыз, ол бір уақытта мынаған шақ етіп тұр, және мынаған шабуыл жасап тұр. Бұған біз екі жақты соққы дейміз. Қараңыз, екі жаққа соққы, біреуі шақ, біреуі шабуыл, тікелей шабуыл, тікелей соққы. Және байқап тұрғаныңыздай, бұл піл тікелей емес түрде бұл қамалды қорғап тұр. Амал жоқ, шақтан қашу керек. Қаралар жүреді. Мысалы, хан F7 тақтаның орталығына. Бізді қарапайымша мұны жеп қойып, ойынды ұтамыз. Бұл жағдай қаралар үшін соншалықты үмітсіз еді ме? Жоқ. Қаралар пілді жемейтін және бір қиғаш жолға түспейтін жүріс істегенде ойын арғатай жалғасатын еді. Мысалы, қамал A3 Check. шах, өйткені қамалдың жолында хан тұр. Ақтар да жәрдем торшасынан пайдаланып, мына жәрдем торшасынан, өйткені піл қарап тұр, мұнда хан шақтан жабыла салатын еді. Осылайша олар пілін құтқаратын еді, ойында жалғасатын еді. Енді үй жұмысыңызды берейін. Түгелі 4 тапсырма болады. Алғашқысы мына тікпе. Ақтар бастайды. Екі жүрістік мат. Екіншісі мына тікпе. Ақтар қайтадан бастап, екі жүрістеп қараларды мат етеді. Үшінші тапсырма мына болады. Мұнда ақтар ұтылатыны сияқты. Бірақ бүгін сабақта көрсетілген бір айла түрінен пайдаланып, ақтар ойынын құтқарып алады. Төртінші тапсырмаңыз мына. Жалпы қарағанда ойын тең сияқты, ойын тең аяқталу керек. Бірақ бүгінгі сабақта көрсетілген бір айла түрінен пайдаланып, ақтар ойынын ұтып алады. Келесі сабақта шах етіп мат ету тәсілімен танысамыз, және екі пілмен мат етуді үйренеміз. Сау сәлеметті болыңыздар.